Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 1 сынып 20 сабақ. 20 сабақ 10 саны, яғни 10 санымен танысасың. Бірінші тапсырма. Заттарды сана, олардың санын 10-ға дейін толықтыр. Ал балалар, суретке назар аударайық. Бірінші сөреде балалар, бізде қайшы көрсетілген екен. Ол қайшының саны 2, яғни 2 ғана қайшы көрсетілген. Ол сөредегі қайшы 10-ға толу үшін біз неше қосамыз балалар? Яғни 2 қайшыға біз қосамыз 8 қайшыны, сонда ол сөреде 10 қайшы болады, иә балалар? Келесі кубик. Ол жерде бізде 8 кубик көрсетілген, біз оған 2 кубик қоссақ, сөреде 10 кубик болады. Келесі дәптер. 4 дәптер көрсетілген, біз оған 6 қоссақ, 10 дәптер болады. Келесі кітаптар. Кітаптардың саны 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни 10-нан 6-ны азайтсақ, балалар, 4 болады. Сонда 4 кітап жетіспейді екен. Келесі ракетка. Бізде ракетка 5 екен. Яғни 10-ға толу үшін 5-ке тағы 5 ракетканы қосамыз. Сол кезде 10 болады. Келесі шариктер. Бізде 9 шарик көрсетілген. Біз оған 1 шарикті қоссақ, балалар, 10 болады. Келесі ракетканың добы көрсетілген екен. Ол жерде 7 доп. Біз оған 3 допты қоссақ, балалар, 10 доп болады. Келесі желім. 3 желім көрсетілген екен. Біз оған 7 қоссақ, 10 желім болады. Келесі сызғыш біреу ғана екен, балалар. Яғни 10-ға толу үшін тағы 9 сызғыш қосуымыз керек болады. Балалар, түсінікті болып жатыр ма сендерге? Келесі тапсырмаға қараймыз. Үлгі бойынша қосу мен азайтуға мысалдар құрастыр дейді. Ал балалар, бірінші суретте көрсетілген шариктерде жазылған сандармен үлгі көрсетілген екен. Қараймыз. 6 қосылған 4 тең болады 10. Және орын алмастырып, 4 қосылған 6 тең болады 10. Айырмасын жазамыз. Енді 10 азайтылған 6 тең болады 4. 10 азайтылған 4 тең болады 6. Енді қалғанын өзіміз шығарамыз. Келесінде 8, 1, 9 деген сандар көрсетілген екен, балалар. Біз ол бойынша мысалды былай келтіреміз. 8 қосылған 1 тең болады 9. 1 қосылған 8 тең болады 9. Енді айырамыз. 9 азайтылған 1 тең болады 8. 9 азайтылған 8 тең болады 1. Келесі шариктерді қараймыз. 10, 7, 3 деген шариктер. Яғни 7 қосылған 3 тең болады 10. 3 қосылған 7 тең болады 10. Енді 10-нан азайтамыз 3-ті, 7-ге тең болады. 10-нан 7-ні азайтамыз, тең болады 3. Келесі шариктер бізде, балалар, 10, 2, 8 деген шариктер. 2 қосылған 8 тең болады 10. 8 қосылған 2 тең болады 10. 10-нан айырамыз 8-ді, тең болады 2-ге. 10-нан азайтамыз 2-ні, тең болады 8-ге. Көрдіңдер ме, балалар? Өте оңай есептер. Келесі тапсырма бізде 3-ші тапсырма, әр суретке сәйкес жазуды таңда. Оны есепте дейді, балалар. Ал қараймыз. Бірінші суретте бізде 6 қызыл алма және 4 сары алма көрсетілген. Яғни бұл жерде, балалар, барлығы 10 алма көрсетілген. Одан азайтамыз 4-ті, тең 6. Яғни бізде 10 азайтылған 4 тең болады 6. Бірінші суретке сәйкес осы есеп болады. Келесі бізде 6 ракетка көрсетілген. Одан 1 қызыл ракетканы азайтқан кезде 5 ракетка қалады. Яғни 6 азайтылған 1 тең болады 5. Келесі кубиктер. 5 қызыл кубик және 3 жасыл кубик. Яғни 5 қосылған 3 тең болады 8. Келесі шарик 5 қызыл шарик және 2 сары шарик. Барлығы 7 екен. 7-ден 2-ні азайтқанда, балалар, 5 болады.
яғни 7 азайтылған 2 тең болады 5. Осы есеп осы суретке сәйкес келеді. Келесі 8 шарик көрсетілген, оның біреуі қызыл, яғни 8 азайтылған 1 тең болады 7. Келесі 3 қызыл шарик, 3 жасыл шарик. Барлығы 6 болады, яғни 3 қосылған 3 тең болады 6. Тамаша балалар. Келесі 4-ші тапсырма тізбек бойынша есепте дейді. Ал балалар, тізбекке қараймыз. 10 азайтылған. 10 азайтылған 1 тең болады 9. 9-ға 1-ді қосамыз 10 болады. 10-ға 0-ді қосамыз 10 болады. 10-нан 3-ті азайтамыз 7 болады. Яғни бұл тізбектің соңғы жауабы бізде 7 деген сан шығады балалар. Сабақ түсінікті болды ма? Балалар, сендерге бүгінгі сабақ түсінікті болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.